Hey guys, бәріне сәлем, сіздермен бірге Мисс Бота, және біз бүгін IELTS-тың listening бөлімін қалай жеңіл талдауға болады, соны үйренетін боламыз. Мен өзім IELTS-тың listening бөлімін тапсырғанда 8-ден 0 балл алғанмын, сондықтан да сіздерге бүгін өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Ең алдымен IELTS-тың listening бөлімін тапсырмай тұрып, нені білу қажет? Ең алдымен білу керек жайт, ол IELTS-тағы listening бөлімі ең оңай бөлім болып саналынады. Себебі оны тұрақты түрде дамыту арқылы сіздер оны жеңіл дамытып ала аласыздар. Мысалы, аудио тыңдау арқылы, фильм көру арқылы, музыка тыңдау арқылы деген секілді. Екінші білу керек ақпарат, ол IELTS-тың listening бөлімінде бірнеше акценттер келеді. Сондықтан да сіздер тек қана британдық акцентпен ғана дайындалмай, сонымен қатар американдық, австралиялық акцентпен де дайындалуларыңыз қажет. Үшінші, IELTS бөлімдегі listeningті дамыту үшін сіздерге тұрақты түрде практика қажет. Оны практиканы сіздер сол бірнеше сайттар арқылы дамыта аласыздар. Соның бір сайтымен қазір бөлісіп, бірге практикалық түрде орындап көрейік тапсырмаларды. Кеттік. Well guys, бұл mini-ielts.com деген веб-сайт. Бұл жерде IELTS-тың барлық бөлімін кішкентай секцияларға бөліп дайындауға болады. Мынау listening бөлімі, бұл жерде бізде видео көрсетілген, яғни ол жерде тек қана негізі аудиоға мән берсеңіз жөн, сол аудиоға байланысты тапсырмалар да орындау керек. Бұл тапсырмаларды қалай орындау керек деген сұрақ туындаса, ең алдымен сіздерге контекстке мән беріңіз деп айтамын. Контекстке мән беру ол сіздерге берілген сөйлемдерді алдын ала оқып, сіздерден қандай сөз табы, қандай сөз қажет ететінін алдын ала ойланып көру. Оны жеңіл түсініп алуға болады. Мысалы, бірінші сөйлемді оқиық. Organic farming is дейді. Яғни органикалық ферма ол дейді. Яғни бізде to be етістігі is. Жалғыз өзі тұрса, одан кейін ешқандай артикль тұрмаса, значит бізге тек қана сын есім керек. To be етістігінен кейін. Ал сын есім деген сол қандай деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Яғни аудиодан біз қандай деген сұраққа жауап беретін сөз табын іздеу керекпіз, және осы сөйлемнің контекстіне байланысты. Ал кеттік, бірге тыңдап көрейік. Talk about today is organic farming. Let's first look at what organic farming is. It can be defined as one or more systems of production which don't use synthetic fertilizers, man-made pesticides, herbicides, antibiotics, or livestock feed additives to grow crops and raise animals. Virtually all organic farmers prefer to use renewable resources and recycling to give what conventional farmers might consider waste back to the soil of Mother Nature. From this, we can see organic farming is a sustainable production system, which is one of its advantages. Organic farmer. Окей, енді қараңыздар, мына жерде сіздер шошып кетулеріңіз мүмкін. Ойбай, қаншама сөз айтылды, мен қай сөзін қалай жазуды білмеймін ғой. Яғни бұл жерде сіздерге подсказка тапсырманың бірінші берілгенінде жазылып тұр. Тек қана бір ғана сөз жаза аласыз дейді. One word or a number дейді. Only. Сондықтан да бізде қараңыздар, organic farming дегеннен кейін бізде көп сөз айтылды, бірақ сөйлемнің ең соңында айтты organic farming is sustainable. Яғни ол сөз ғана бізге сай келеді. Sustainable дегеніміз тұрақты, ал тұрақты деген ол бізде сын есім, сондықтан да сол сөз бізге дәл керек сөз болып табылады. Міне, осылай біз контекст арқылы IELTS-тағы сөздерді жеңіл таба аламыз. Енді қараңыздар, екінші тип. Енді сіздер аудио ойнап жатыр дедік. Techniques to promote the quality of life of plants and animals within existing ecosystems and minimize pollution that occurs with all conventional farming practices. Another benefit is that with the increasing consumer demand for a healthier, more nutritionally balanced product, осындай кездерде listening'та көп мынандай проблема туады. Барлығымыз аудиоға кейде тыңдап жатырмыз да, бірақ фокусымызды жоғалтып аламыз. Сол кезде қандай сөзді жазу керегін біз жоғалтып аламыз. Немесе тыңдап үлгермей қаламыз. Сол кезде ең бірінші советім сіздерге паниковать етпеңіздер. Паникаға жол бермеңіздер. Себебі паниковать етсеңіздер, сіздер болып жатқан аудиоды, яғни аудио IELTS-та тоқтамайды. Сіздер оны қалған бөлімдерінде жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан да, егер бір сөзді жоғалтып алдым, яғни үлгермей қалдым десеңіздер, ол бөлімді тастап кетіңіздер де аудионы дұрыс тыңдауға қайта көшіңіздер. Себебі тапсырманы соңына дейін орындап біту керекпіз. Сіздерге соңғы айтатын кеңесім ол IELTS-тың progress трекерін жүргізіңіздер. Әр секцияға байланысты. Сол арқылы сіздер өздеріңіздің нәтижелеріңізді көріп, жаман жақтарыңызбен, жақсы жақтарыңызбен жұмыс жасай аласыздар. Мысалы, қандай да бір аудионы тыңдап сіздерде жаман балл болып қалса, ол аудионы қайта тыңдап қатемен жұмыс жасауға ерінбеу керек. Сол арқылы сіздер өздеріңіздің прогресстеріңізді көре аласыздар. Егер бұл типстар сіздерге пайдалы болса, лайк және комментарий. Bye.